Саламатсыздар, құрметті нұрсұлтандықтар. Иә, қазір күз мезгілі, бірақ та ол біз үшін, біздің мектебіміз үшін және арнайы түсірілім үшін кедергі емес. Бүгінгі арнайы түсірілімнің ең басты мақсаты осы 38-ші мектеп лицейінің өзін-өзі басқарудың жағдайларын және жетістіктері туралы, қысқаша айтқанда, жас ұлан парламентінің жетістіктері туралы айтатын боламыз. Репортажды жүргізетін мен, яғни бұл мектептің парламент президенті Төлеген Айша Жанатқызымын. Олай болса, кеттік, арнайы репортажымызды бірге бастайық. Бүгінгі репортажымыздың мақсаты 2011 жылы 6 шілдеде құрылған және Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қолдауымен құрылған болатын. Елбасымыз өзін-өзі басқарудың жаңа тәсілін ұсынған болатын. Және содан кейін білім жүйесінде және барлық мектептерде осы тәсіл қолдау тауып, әрбір бала мен жас өспірім үшін ол үлкен рөл атқаруда. Қазіргі кезде еліміздің барлық мектептерінде өзін-өзі басқару ұйымы үлкен жұмыс атқаруда. Және ол әрбір бала үшін оның мүмкіндіктерін және жетістіктерін көрсетуге үлкен мүмкіндік береді. Ең әуелі біздің мектебімізде жыл сайын жас ұлан парламенттік сайлау өткізіледі. Ол өздеріңіз көріп тұрғандай жәшіктерге шынайы дауыс арқылы топ мүшелері, топ басшылары және мен сияқты президент осы әдіс арқылы сайландық. Жалпы біздің мектебімізде оқушыларға барлық жағдайлар жасалған. Олардың тіпті бос уақыттары жоқ деп те айтуға болады. Сөзіме дәлел ететін ол бүгінгі мектеп ішіндегі іс-шаралар және үйірмелер. Оның ішінде журналистика, ән, би үйірмелері кіреді. Ал қазір кесте бойынша бізде домбыра үйірмесін тамашалайық. Келесі үйірме ол домбыра үйірмесі. Өздеріңіз көріп тұрғандай, домбыра үйірмесінің педагогы Рахимов Таушанбай Фазылұлы. Яғни бүгінгі біз бағымызға қарай Рахимов Таушанбай Фазылұлымен сұхбаттасайық деп тұрмыз. Сәлеметсіз бе, Таушанбай аға? Сәлеметсіздер ме? Сіздердің балалардың өнерге деген қызығушылығы қандай? Енді балалардың номер 38 мектеп лицейінің мысалы жанынан құрылған домбырашылар ансамблі мысалы балалардың өте үйірмеге деген қатысушылық қарқыны өте жоғары деп айтамыз. Міне сайыстарға қатысып, жүлделі орындар алып жатыр. Бас жүлде, бірінші орын, екінші орын деген сияқты. Мысалы айтатын болсақ, Сағынтай Аяулым деген қызымыз бас жүлде алып, мысалы сайыстарға қатысып, Рахим Рахман, Таймасар Сұлу деген қыздарымыз мысалы ансамбльдермен, мысалы қалалық шарттық конкурстарында жүлделі орындарға ие болып жатыр. Көп рахмет. Енді олар бір шығармашылығын көрсете алады. Енді мына қазір ойнайтынымыз Әбдімомын Желдібаевтың еркектің күйінің қысқаша орындап жүрейік. Сізге көп рахмет, өнеріңіз үстем болсын, шәкірттеріңіз көп болсын және еңбегіңіз табысты болсын. Рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыз. Мектептегі үйірмелердің бірі ол журналистика. Бұл жерде жас журналистерді дайындайды. Олар болашақ журналистер үшін барлық жағдайлар жасалған. Бұл жерде оларды сценарий құру, әдемі сөйлеу және камераға түсіруді үйретеді. Бүгінгі репортажымыз осымен аяқталды. Жас ұлан мектеп парламенті өзін-өзі басқару ұйымы біз үшін, біздің мектебіміз үшін және болашағымыз үшін өте маңызды. Назар салып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет.